Кеше біреуі күріш жемдеді, біреуі пюре жемдеді. Сонымен бүгін үйдегілерге осындай ерекше тағам дайындаған, барлығын дымын қалдырмай жеп қойды. Жасап көріңіз, міндетті түрде. Тартылған ет пен пиязға тұз бұрышын сеуіп, нанды сүтте жібітіп, оны да қосып, жақсылап қолымызбен ұрғылап тұрып араластырамыз да котлеттерімізге видеодағыдай пішін беріп аламыз. Енді котлеттердің екі жағын қызартып майда қуырып аламыз, және картоптарды суда пісіріп алдым пюре үшін. Келесі ыдысқа майда күрішті қуырып, тұз сеуіп, тартыла бастаған кезде су құйып бұқтырып пісіріп аламыз. Жаңағы қуырылған котлеттерімізден табаға саламыз. Табадағы майды барлығын төгіп тастаймыз. Суға томат пастасын және ұн қосып араластырып, осы котлеттердің үстіне қойып 15 минутқа қалдырамыз. Піскен күрішке осылай жүгері қосып араластырып жесеңіздер өте дәмді болады. Осымен кешкі асымыз да дайын. Қасына пюре қойып ұсындым. Осы тағамға қажетті азық-түліктерді мен Freedom Super App арқылы үйге дейін жеткізіп алған болатынмын. Көбіне осылай тапсырыс жасаймын. Қазір 55%-ға дейін жеңілдік болып жатыр. Freedom Super App'та 25%-ға дейін кешбек түседі. Және заказыңызды 60 минутта үйге дейін жеткізіп береді. Ендеше өздеріңізде байқап көріңіздер.